1, 2, 3. Блогты қалай бастайды енді? Ұмытып қалыппын ғой уже. Ля, сонда қиын болатын болды енді. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бұл мен Аяулым. Блог түсірмегелі өте көп болып кетті. Өйткені мен қазір 3-ші курс болдым. 1-ші курстан бастап солай блог түсіретін едім ғой, енді осылай. 1-ші жыл, 2-ші жыл, 3-ші жыл деп солай түсіретін сияқтымын. 3-ші курстың басында, енді 2-ші курс оқып жүрген кезде, бітірген кезде 3-ші курстар кәдімгідей жылайтын бізге. Өте сұмдық. Көп апайларды айтты, Сырсұлу апай, Күлмира апай, тағы не апай айтты. Короче, тағы да 2-3 апайларды айтты, бірақ өте сұмдық, қиын апай деді. Сөйтіп сол 2 қиын апай бізге түскен ғой енді. Қалай болады екен? Қалай сабақ оқимын деген. Бізде сабақ оқуға барсам, мысалға пәндердің барлығын сабағын оқып келсең де, иногда бір апайлар болады, чтобы сен дальше білуің керек дейтін сияқты. Сондай апайлардан қорқатынбыз біз, бірақ соның арқасында біз оқып шығатынбыз, поэтому бір жағынан қорқанмен, бір жағынан бізге плюс та болатын. Біз 2-ші курста физиологиядан Райгүл деген апай болған, сол апай бізді прям өте қинап ұстады ғой енді. Соның арқасында біз даже сессиядан даже сұрақтарға күлкіміз келді да, өйткеніндей. Білмеймін, басқалар үшін қиын болды, бірақ біз үшін ол өте нормально, оңай сұрақтар болды да. И біз сессиядан шыққаннан кейін ол апайға жолығып, бүкіліміз рахмет айттық та, апай, осы жасаған екенсіз ғой, осы келді ғой деп сөйтіп. Не істегеніміз есімде. Енді 3-ші курсқа бізде қандай сабақтар түсті, енді айта кетейін. 3-ші курста бізде мүлде басқа новый сабақтар. 2-ші курста мысалы бәрін жүйе-жүйемен өттік қой, анатомия, гистологиядан сондай оңай сабақтар болды, 1-ші курста оқылған. Енді 3-ші курста өте мүлде басқа сабақтар болды. Қызықты болған, енді бәріне не істейміз ғой, фарма деген сабақ өте қиын деп айтты. Енді біз новыйдан болып 3-ші курсқа түскенде оқыңдар прям, рецептін жаттаңдар, үйтіңдер, қай топқа не жатады, блокаторлар деген сияқты соның барлығын айтты да бізге 4-ші курстар. На самом деле не такой қиын емес. Білмеймін енді олар неге бізге келген адамның бәрі қиын деп айта береді, бірақ қатты ондай қиын емес. Айырмашылығы 2-ші курста новый пәндер. Мысалға бізде 2-ші курста биохимиядан иногда 45-50 бет оқып қалсаң, 1-2 сабақтардан ғана оқып қаламыз да, ал 3-ші курста полный сабақтардан, мысалға 5 апта оқимыз ба, 5 аптаның 5 сабағында да біз 30 бет, 20 бет, или 40 бет, или 50 бет арай оқып кете береміз. 10 бет бесе қазір даже қуанып жатырмыз. 3-ші курстың кішкене сол жағы қиындау екен, күнде мысалға 20-30 бет оқып беріп, миым кәдімгідей солай кейде түнімен ұйықтағаннан кейін де таңертең тұруың бар, иногда ұйықтап қаласың деп солай үйреніп жүрміз енді. Сразу мойындай салайын, оңай деп айтпаймын. Фарманың кішкене бір қиын жері химиямен байланыстыру өте андай кішкене 2-ші курстағын бәрін есіңе түсіру керек екен. И патфизден де. Бізде патфиз, яғни патологический физиология ғой. Осы 2-ші курста біз барлығының нормасын өттік, енді осы 3-ші курста барлығының патологиясын өтіп жатырмыз. Одан кейін бізде фарма, одан кейін коммуникативные навыки. Олар бізде оңай сабақтардың бірі. Ол сабақтан біз демаламыз, или ұйықтап жатамыз, өйткені түнге дейін фарманы оқимыз, одан кейін коммуникативтіға барған кезде біз сразу сол жерде оқи саламыз, поэтому шынымен біз оған андай не істемейміз да. Апай да кішкене түсіністікпен қарайды, поэтому науқастармен қалай қарым-қатынас жасау керек, қалай сөйлесу керек, қалай қабылдап аламыз, қалай жаңағы кезеңдерге бөліп науқаспен сөйлесудің, қалай диагноз қою керек екенін бәрін айтамыз да сол жерде. Ол бірақ демалатын сабақ, өте қызықты. 2-шісінде хирургия сабағы, бізде бір ағай бар. Хирургия сабағынан енді жасы 84 жаста ма, сондай үлкен кісі енді. Өте ақылды прям. Больницаларда жұмыс жасаған ғой енді баяғыда. Сөйтіп студенттер келгенде осы білмей тұрады, сен неге оны оқымадың деп бізге кәдімгі қатты жаны ашитын білмей тұрады. Ертең осы алдынан кезге жатта осыны білмесең мен саған айтайын деп солай өзі айтып, солай өзі жазғызады ғой, бізге соған риза боламын. Біз қанша мысалы кітаппен бүкіліміз оқып барамыз ғой, бірақ ол кісі кітаппен олай сұрамайды да, кішкене клинический байланыстырады. Мысалы қолың жарақаттадың, қалай антисептикамен сүртесің, сондай нелердің барлығын, қағидалардың барлығын жататқызады да бізге. Сразу резко болып жатыр, кровотечение болып жатыр, ол кезде не істейсің деген сияқты. Кітаппен сұрайды, бірақ азғантай не кезде ғана сұрақ қояды.
на самом деле кәдімгідей клинический ойлатады. Маған соларға қатты ұнайды. Еще өзім де таңғаламын, 84 жастағы кісі қалай. Біздегі 84 жастағы кісілер деген кәдімгідей төсекте жатады ғой, даже 70-тен бастап жатады. А ол кісі прям өте мықты кісі екен, мен ол кісіге риза болдым. Сөйлеу прям бізден қатты сөйлейді ғой. Вот сол жағы бізге өте мотивационный адамдардың бірі. Одан кейін бізде топанат, топографическая анатомия. Осы нені айтқан ғой бізге, осы сабақта нең қиын апай, Күлмира деп ше. Күлмира апай дегенге, ойла бізге түсті не болады екен деп солай ойлап жүрген кезде, жоқ ондай апай емес. Ең жақсы жері ол апайдың тарс сұрап алады да, басында келе салысымен гаджеттердің барлығын, ноутбуктардың барлығын, алдыңда ештеңе тұрмайды, кәдімгі парта. И соның үстінде прям жаңағы атыңды аяуым деп айтады, осыны айт деп айтады. Арыға айтып кетесің, сразу бір сағаттың ішінде сабақ сұрап алады, қалған 3 сағатымыз болады, и 3 сағатымызда жаңағы конспект жазып үлгермегендер, дұрыстап сабақ оқып келмегендердің барлығы соны жазып тастайды да. Аға ондай қатты жыламайды, өте жақсы қойып береді. Білмеймін, маған Күлмира апай өте қатты ұнады, бірақ кішкене ұлдар қауымын жақсы көреді екен. Бұл жақта бүкіл білмеймін, медицинада полностью айтады, немесе ұлдар қауымын жақсы көреді деп. Вот сол кезде сенбейтінмін, ондай емес қой деп. Өйткені маған бірінші, екінші курс ондай апалар түспеді ғой. Поэтому мен оқыдым, оқыған бағама лайық бағалар алып жүрдім да. Ал уже мына жақта ондай емес. Мысалы, менімен бірдей айтқан балаға кішкене оған жоғарылатып қояды да, ал маған кішкене одан төмендетіп қояды, 5 бала арсы берсе да. Одан кейін бізде ішкі аурулар пропедевтикасы. Бізге бірінші РК болған кезде өте бір андай терапевт ағай түсті да. И ол кәдімгідей біз больницаға баратынбыз. Сайрам жақтағы больницаға, ол ағай өте күшті түсіндіреді, прям айта алмаймын. Негізінде мұғалімдерге қарағанда университеттегі кішкене больницадағы мұғалімдер өте көбірек анандай не істейді, клиническийімізді дамытады да. Больницада қандай адамдар келеді, қалай емдейсің, қандай не қолданасың деп. Олар мысалға белгілі бір дағды бойынша сұрамайды да. Олар сұрайды только бір нақты білетін деген нәрсені сұрайды. Ал қалғанның бәрін өзі үйретіп, солай түсіндіретіні қатты ұнайды маған. Жаль, что бірақ ол ағайымыз өзгеріп кетті после рубежный контроль. Сол үшін біз қазір универге барып жүрміз. Ал универде біз ешқандай бір андай не көрмейміз ғой, енді кабинетке кіреміз, просто сабақ сұрайды, кітап бойынша айтып қоямыз да, сонымен қайтамыз. Сол жағы болды. Жаль, что одан кейін бізде балалар пропедевтикасы деген бар. Ол апайдан бізде Луиза деген апай береді. Прям ол апайды ловю. Өзі педиатр, өте жақсы біледі балалар организмін, және студенттермен қалай сөйлесу керек екенін өте қатты біледі. Мен ол кісіге риза боламын. Ол кісіден артық түсіндіретін адам жоқ шығар, ол сабақты деген. Студенттерге өте қатты жаны ашып қалған апай. Мен ол апайға кәдімгідей көрген сайын риза боламын да. Мен ең сүйікті апайларымның бірі болып қалды. Екінші курста менің сүйікті апайым Лаура деген апай болған, биохимиядан. Ол кісі өте жақсы, сондай түсіндіріп үйретіп, студенттерге жаны ашитын, осылай біліп кетсінші дейтін апай да. Вот, Луиза апайға көріп отырса, сәлем жолдаймын деп па. Жоқ, реально ол апай өте күшті апай, сабақты да жақсы сұрайды, жақсы түсіндіреді, балалар организмін өте прям білікті мамандардың есі деп айтсам да болады. Сондай клиникаларға барып, сондай апайларға түссем қуанамын ше. Сол апай өте жақсы апай. Одан кейін бізде патологический физиология. Осы сабақтан да айтқан ғой, Сырсұлу деген апай бар. Енді ол апай сұмдық қатал екен. Сұмдық сұрайды екен, баға өте төмен қояды, оқып келсең де деп айтқан тұғын бізге 4-ші курстар. Білмеймін. Оқысаң ол апай бағаңды қояды. Вообще-то ол мені сүйікті апайым деп айтсам да болады. Өйткені ол апай студенттерге кәдімгідей білсін, оқысын, талпынсын дейтін апай да. Өзі де түсіндіреді, студенттерден де сұрайды кәдімгідей дағдылар бойынша, қай жерде не бар, сенің алдыңда қандай патология қалай кездеседі, үсіну мысалы сенде қалай жүреді, қабат әйелдерде қалай жүреді, ол патологиясы ма или физиологиясы ма, нақты сұрап, өзі айтатын мұғалім да. Сол апайға өте қатты ризамын, бірақ ол кісіге де мен сәлем жолдаймын. Өте жақсы апайлардың бірі. Наоборот, осы Сырсұлу апайларға түсетін болсаңдар, Сырсұлу, Күлмира, одан кейін Луиза деген апайларға түсіңдер, өте бақытты адамдардың бірісіңдер деп айтайын да. Радиология енді бұл сабақ кішкене
түсініксіздеу сабақ деп айтсам да болады. Қызықты сабақтардың бірі енді рентген, сондай КТ деген сияқты нәрселерді, МРТ деген сияқтылардың барлығын үйренесіңдер. Особенно қатты қиын сабақ емес бұл. Кәдімгі сабақтардың бірі қандай жаңағы сәулелер деген сияқты сабақтарды өтесіңдер. Одан кейін патологиялық анатомия. Бұл өте бір андай құпия дейді ғой, секретный пән бұл бар ғой. Қызықты пән еще ол деген. Біз бұл жақтан алыс Алматының түбіндегі бір клиникаға бардық патологический анатомияда. Ол жерде біз еще андай вскрытиялар жасаймыз ғой. Сол кезде 11 жасар, 7 айлық сияқты балалар түсіп қалады ғой, солардың кәдімгідей кесіп хирургиялық, біз кеспейміз, бізге бермейді да ғой, бірақ жыным келеді соған. Енді біз қолғап киіп бүкіл дайындалып барып тұрамыз, просто дайындалып киіп барамыз да, просто қасында қарап тұрамыз ғой. Ал біз өзіміз жасағымыз келеді да оны, бірақ оны жасау үшін бізге әлі толық балалардың организмдегі патологияның бәрін білуіміз керек та. Өйткені біздегі беретін ағай, Ғалымжан деген ағай өте жақсы ағай, ол да өзінің маманы кәдімгідей. Прям қарап тұрып, осындай да осындай деп айтады. Бір мысалы бауыры не істеп кететін болса, неге бауырдың патологиясы деген сияқты бүкілін өз жасап, өз диагноз қойып, бәрін анықтап береді да. Өйткені біз қарап тұрамыз да, как будто бізге ол норма сияқты көрінеді, бірақ ағайға ол не норма да, уже недоношенный бала деп сразу диагнозын айта салады болды. Может, ол көп жылдар бойы жұмыс жасағаннан кейін ба, может, солай сразу айтатын шығар деп ойладық. Сосын бәріміз бір-бірімізге қарап тұрамыз да. Ағайна точно недоношенный ма деп қоямыз. Өйткені ішінің барлығын ақтарған кезде органдардың бүкіл сау сияқты. На самом деле не такой екен да. Даже кішкентай 7 айлық бала уже мысалға кеше өмірден озса, яғни қайтыс болса, бүгін кәдімгі органдарын қарап тексереді ғой, содағы жүректің даже клапандарына дейін тексереді да ағай. Соған біз риза болдық. 3-ші курс негізі білмеймін, қатты қиын емес сияқты, бірақ ең маңызды пәндер бізде 2-ші семестр болатын сияқты. Өйткені 1-ші семестрде бізде қатты қиын емес сабақтар түсті да, негізі деп қатты қиын емес деп андай естемей қойын, қиын сабақтар да бар арасында. Мұғалімге де байланысты, қалай өтуіне байланысты. Бірақ фармадан, патанат, патфиз, хирургия, топанат, пропедевтикалар, ішкі және де балалар. Бізде бұл жерде бір анандай жай отырып қайтамыз деген сияқты сабақ только біреу екеу ғана да. Вот сол жағы ғана болып тұр. Ато қалған сабақтардың барлығы норма. Күнде 45-50 бет бүйтіп, көзін жұмып оқи саласың да, түнімен сағат 2-ге дейін. Бүйтіп бір түнгі сағат 3-ге дейін конспект жазып тастай саласың. Қолыңдай мен сияқты ручканы запастар болып отырасыңдар. Қатты қиын емес, просто кішкене 2-ші курста мысалға группамен бір жаққа жиналып солай шығатынбыз ғой, ал 3-ші курста 2-ші курста солай шықтық, енді қыдырып үлгердік қой. 3-ші курста сен только оқисың. Даже қыдырудың қ деген әрпіне даже ойыңа келмей қалады. Вот, почему кішкене қиындау. Может, үлгеретіндер үлгереді, үлгермейтіндер үлгермейді. Бірақ мен өз басым әлі өйтіп үлгеріп жатқан жоқпын, только сабақ оқып жатырмын. Қазір де мысалы осы видеодан кейін топографический анатомия соны оқиын деп отырмын. Өйткені өте мынандай ақпарат много, еще кітап өте аз. Даже мен оны электронныйдан әрең таптым. Электронныйдың өзінде бір 60 бет қой. Ол кәдімгі анатомияға ұқсайды деп айтсақ та болады. Мысалы анатомияда қызметін, құрамын, қандай бөлшектер бар, бүкілін айтамыз ғой. Ал топографический только шектесетін шекаралары, қандай маңызы бар ол жерде, қандай үшбұрыштары бар деген сияқты, қандай нервтер өтеді, не үшін маңызды, клиникалық маңызын айт деген сияқты, сондай бір қызықты бір сабақтардың бірі. Вот. Ал біз қазір енді руп 1-міз ғой, енді руп 2-лерде что-то иммунология деген сабақ қадап жатыр дейді. Білмеймін енді, оны 2-ші семестр айтатын боламын. Тыңдағандарыңызға рахмет көп-көп. Сау болыңыздар.